Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Бүгін мен каналымда сіздермен осындай өте дәмді және тез дайындалатын сникерс пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керек өнімдер описаниеда. Міне ең алдымен жұмыртқамызды жарып, шекерімізді сала отырып, венчиктің көмегімен шекеріміз ерігенше осылай араластырып алатын боламыз. Одан кейін біздер үй температурасындағы болмаса микроволновкаға ертіп алсаңыздар болады. Сары майымызды салып, осылай оларды венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Мен құрғақ өнімдерімді өлшеп бір-біріне араластырып жатырмын, яғни ұн, какао және қопсытқышымды араластырып, осылай кезекпен кезек үшке бөліп салып, нанымызды, пирогымыздың нанын илейтін боламыз. Ұнды сразу бірден салуға болмайды. Ол кезде біздің тестіміз қатып кетеді. Менің каналымдағы рецепттермен жасап жатырсаңыздар, комментарияға бөлісе кетіңіздер. Және де видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп кетіңіздер. Колокольчиктің суретін бассаңыздар, сіздерге автоматты түрде менің видеоларым түсіп тұратын болады. Міне дайын болған қамырымызды алып, енді пакетикке салып, тоңазытқышқа сақтайтын боламыз. Енді салмасына кірісетін боламыз. Бір банка вареный сгущенканы осындай арахиске араластырып, толыққанды араластырып алып, салмасын дайындап қоямыз. Мінекей пергамент қағазға формамызды салып дайындап алып, енді дайын болған тестімізді осылай жан-жағына қолымыздың көмегімен осылай видеода көрсетілгендей етіп пирогымызды әзірлейтін боламыз. Мен осылай вилканың көмегімен астыңғы жақтарын тегістеп, бортиктарында әдемілеп алдым. Осылай вилканың көмегімен жасасаңыздар, пирогтарыңыз өте әдемі болады. Және пирогтың астыңғы жақтарын вилканың көмегімен жаңағыдай видеода көрсетілгендей етіп, осындай тесіктер қалдырсаңыз, пирогтыңыздың салмасы піспей қалмайды, толығымен пісетін болады. Міне осылай салмамызды салып, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 35-40 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Пирогтарымыз дайын, енді отқа салып пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогтарымыз пісті, енді осындай решеткаға салып қойып, пирогтарымызды толықтай суытып алатын боламыз. Суығаннан кейін ғана пирогымызды формадан алып, одан кейін бетіне водяной баняда болмаса микроволновкаға шоколад пен сары майымызды ертіп алып, және үгітілген арахисімізді салып, осылай пирогымыздың бетіне құятын боламыз. Әдемілеп жан-жақтарына толықтай жабатын етіп, осылай әдемілеп алып, енді 15-20 минут көлемінде холодильникке салып, қатырып алсаңыздар болады. Мінекей қыздар, пирогымыздың шоколады қатты, пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Өте дәмді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.